Йо, братва, сағат 10:30. Машина қызып тұр. Өзіме помощник алдым мынандай. Кім ғой? Жасик қой. Я их знаю. Кім ғой? Жасик қой. Жасик его зовут. Інім ғой, інім. Мынау кім, брат? Не аманда? Мен ең бірінші подписчигім осы. Уэй, дейтінші. Вертолет оталып тұр, көріп тұрғандарындай. Кеттік. Бүгінгі күннің, бүгін қаншысы? Бүгін 29-шы қараша. Бірінші тапсырыс. Кеттік. 7 минут дейді подачаға. Бензин құю керек. Бүгін бензин құйып, пробегті аннулировать етіп, қанша теңгемен, қанша жерге баруға болатынын анықтаймыз. Так, Жібек жолы базарына екен жаңа тапсырысымыз, сол жерден алып кету керек. Ал, достар, қолды бостар. Бірінші тапсырысты аяқтадық, 9 минут уақыт алды. В общем, үй жағыма қайтып келдім ғой. Жібек жолы базардан. Көксайдың ішіне 2700 теңге болды. Ал, арғара кеттік. Чё там, бауырым, деш? 2700, минималка. Рахат қой, минималка. 2700-ден бір 10 заказ жасасаң 27 мың теңге болды. Тағы бір тапсырыс. Қайтадан Жібек жолы базарына қарай жақындағам. Сөйтсем, Фариза Оңғарсынова 52-ге. Заказ келіп тұрген. Барайық, көрейік, не оқып сонша ба. Так, братва. Мебель алып кеттік. 31 минут дейді, жүретін жүрміз. Кеттік ендеше. Так, достар, Газ Энерджи жанар жағырмай сату орталығынан 3000 теңгеге газ құйдық. О, шашым газ деп қой, бензин 14 литр болады екен. Мына тығылмай кеттім. Мені біләй, тесік табылмайтын деп. Километражды обдолет етеміз. 114 топ тұрген. Қолын нөлге қойдық. Ал, let's then, 2 рет go. Бау-бау ғой. 3000 теңгемен қанша жүрім? Жаңа 3000 теңгені құйған кезде көрдіңіздер. Қызылға қарай жақын жерде тұрған. Именно сол жерге дейін түскенше жүреміз. 14 литр деген примерно жарты бак болады. Бұның негіз полный багы 6000 теңге ғой. Сол. Маған сәттілік, сіздерге ас болсын. Ұйқыдан тұрып атқандар қайырлы таң. Түнде төсекте жатып ап көріп атқандарға ұйқыларыңыз тыныш болсын. Мені көріп ұйықтап қалатын адамдар болса, қайырлы таң. Так, тапсырысымызды алып келдік. Аблай деген жерде тұрмыз. Қазір звондадым клиентке, түсіріп алуға қазір адам жіберем дейді. Күтіп отырмыз. Так, жаңағы заказымыз жібердік, бер жібердік. 5770 теңге болды. Ожиданиясы 250 теңге. Так, енді тағы бір заказ келіп түсті. Бұл жерде 2 точка көрсетілген. Ондайда заказдар түседі. 2 точка, значит, бір жерден аласында 2 жерге апарасын. Ол где-то 1 сағат сондай бір уақыт алады. Сондықтан да ақшасы да нормальный болу керек. Сағатымыз 00 болып тұрғаншы. Жарайды. Сағат 12:22. В общем, мынандай складқа келдік. Мынандай товарлар алып кетуге білмеді. Көреміз қазір. Так, алып шықтық. Жолымыз 32 минут дейді. 2 точки деп бірақ шатастырып бас жіберген екен.
Екеуі де бір жерде болып шықты да, 2 точкада. Так. Кеттік ендеше, сағатымыз қанша болып тұр? 12:45 дейді. Дамастың бір қызық жері, ой, күрестетесің ғой, 100-200 килограммен. Жұмсақ болып қалады ғой. Майбах құсап жүреді, майбах. Майбах емес, майбах деп айтатын комментарийлар шығып кетпес үшін майбах деп те айтуға болады. Майбах деп айтуға болады. Майбах ол бізде чисто қазақша майбах деп айтады. Так, бұл тапсырысты да түсіріп алды, достар. Бағасы 5590. Заказ, ожидание и повышенный спрос деген қосылып сондай баға шықты. Біз келдік мына Dragon Mall деген карголар тұратын жер бар. Сол жерге келіп тұрмыз. Болдық, түсіріп. Ау! Дағы бір ақша беретін адам машина заказ берген екен. Соған кетіп бара жатырмын. Аха. Сағат деген 1-ден 42 минут кетті. Естеріңізге сала кетейін, біз 10:30-дарға таман шыққанбыз жұмысқа. Қазіргі ақшамыз 11,5 мың теңге. Ары қарай көреміз. Бүгін кеш батқанша жұмыс жасаймыз. Так, 37 километр жүрдік. Багымыз әлі жарты баг. Даже сәл-сәл асып тұр. Содыбен солай. Жағдайларыңыз қалай? Жақсы ма? Үй жаман сен жүріп атсыңдар ма? Түнде спальныйде ұрып атсыңдар ма? Әзіл ғой. Так, достарчики, тигр-жандар, ақшасы барлар, кейін байып келетіндер. Міне, заказымызды алдық. Бұл мынандай продукты. Көреміз. Ничего, көреміз деші. Так, дружбандар. Жаңағы нені түсіріп садық. Грузчикпен деп алды. 3200 шықты. 1000 теңге грузчикке, сонымен 4200 теңге. Болды. Сонымен кеттік әрі қарата. Достар. Так, жігіттер. Әбетке өрбәлі балайық, әбетке. Әбеттені балайық та ары қарай орайық. О, мұна. Біреу келді. Ал кеттік. Так, достар, жаңағы нені алып кеттік. Посылканы. Есік бір бөлек үрді. Қазпочтадан салып жүргіріп деді. 24 минут уақыт алады екен. Пробег 53 болды. Бак әлі жартысында тұр. Кеттік. Баракелді, достар. 4270 теңге болды. Қазпочтаға келіп салып жібердік. Қазір не өзі келіп жасап алады регистрациясын. Біз ары қарай жұмысқа істейміз. Кеттік ендеше. Ішке кіріп сөйлесіп шыққам ғой, сөйтсем тағы бір заказ кеп тұр ғой. 8 минут дейді. 8 минут болса әудізек әуете қаламыз қазір. Так, достар. Неге так достар дей берсін. Просто достар. Саламат базарынан мебель алдық. 19 минут жүреткеміз. Кеттік. Пробег 65. Бензин ортада. Ортада бензин. Қарсы алыңыздар. Жіберіп отыр. Ал. Видео қалай? Нормально ма? Іштерім пісіп отқан жоқ па? Сағатымыз 15:39. Ал біз жұмыстамыз. Қадірменді менің оқырмандарым. Сіздермен тағы кішкене әңгіме айтайын. Комментарийлер оқып болдым жаңа соңғы видеода.
таңғы сағат 6-дан бастап 12-ге дейін істесе дейді. Мен басында бастаған кезде істеп көргем. Таңғы прям 7-ден бастап. 7-ден 9-ға дейін заказ алса көп болмайды. Заказдың бәрі 9-дан кейін уже ақырындап шыға бастайды. Енді таңертең шығатын заказдар редко болады. Сондықтан да мен мынандай сағат 10 сондайларда шығатын бір себебі сол. Өйткені таңертең құры тұрасың да. Сосын түнде істеп онша бір көрмедім. Өйткені сағат максимум 9-ға дейін барады. Одан кейін жүріп қаласың. Сол. Қазір мына заказымызбен бізде 20 000 теңге болады. Менің ойымша. 20-дан асады. 17 000 болып тұр қазір. Сонымен ары қарай көреміз. Бүгін сағатымыз 3-тен 46 минут кетті. Кешке дейін ұрамыз ғой. Сағат 8-ге дейін. Примерно. О, мотоцикл. Мотосикс. Осылар не yapacak? Орамай жүреді екен. Сол жаққа қарай кет. Жанға қарай кет деп айқайлап жатырмын. Көрсетілген адреске келіп тұрмыз. Қазір звондаймыз. Тапсырысты бердік. 3290 теңге болды. Жақсы. Маса 20.335 сағат енді 4 болды. Кеттік. Ютубтан видео қарап өзімнің видеомды түсіруді ұмытып бара жатырмын, құрметті ағайын. Тағы бір заказ келіп түсті. 10 минуттық подача. Мені тамаша, мені керемет. Бұл заказды алдық. Толтырып коробка салып берді артында. Деген сияқты болып тұр. Пробка шығар, бірақ 28 минут деп тұр. Жаман емес, жарты сағатта 4 000 теңге жасағасың. Мысалы, саған кім беріп жатыр? Мысалы, көшеде кетіп баратсың, жарты сағат жүрсің. Жерден 4 000 теңге тауып аласың ба, например? Жоқ. Сол үшін де осы жұмыс ұнайды. Содан кейін той жүргізген ұнайды. Той жүргізгенде мен ет жеймін, тамақ жеймін депші. Тамақ үшін ғана басқарады болсын. Ал, Алталаштың ұландары. О, жаңа сөз тауып алсын. Так, бұл заказды бітірдік. 5430 теңге болды. 24 000 теңге табыс. Бүгіндікке сағат 5:30. Көреміз. Тағы да 1,5 сағат уақытымыз бар. Жұмыс жасайық. Қадірменділер. Так. Тағы бір заказ кеп түсті. 8 минут дейді подача. Жаңа же кіріп кете қояқ братчан. Речемесеңіз. Так, бұл тапсырысты да алдық. ПВХ панель болғанда кухонный гарнитурлардың столешницалары ғой. Кішкентай. Соған грузчик жалдайды ғой. Бір қолмен көтересің ғой. Гераклсың да өткені деп ше. 10 минуттық жерге де көзді ашып жұмғанша жетіп қалдық, құрметті көрермендер. Воу! Бәрі даусым жеңіштеп баратқан жоқ па? Кешіріңіздер. Кешке қарай сәл осылай қуатыным бар. Мен подписчиктен түсінеді деп ойлаймын. Өйткені өмірді позитивно сүру керек, достар. Азғантай жерге 4050 теңге болып есептелді. Тағы бір тапсырыс келіп түсті. Яндекс вообще қуасын. Өтіп өткеннен кейін разворот істе дейтін әңгімең ұнамайды да ма?
бір күн сені раз шақырам бар ғой. Яндексің де шығарам ғой. Амилай қыл жіберем ғой. Сол, бір оптикалық магазинге барып жатырмыз. Оптика сататын. Ашки шығар енді. Охо! Ташкентскийдің пробкасы деген. Так, жігіттер. Қандай? 5 жылқы алып келе жатырмын. Осыған күріші жалдайды ғой. Рахат қой. Так. Қойып қояйық. Кеттік. Міне анау отыр ғой. Jobs Optical. Сол жерге жаңа 5 жылқыны әкеліп тастадық. 4800 теңге болды. Бізде фокус 32 теңге. 9 заказдан. Сағат 7 болды. Ал километраж 118. Қазір көрсетем. Бензин бір деление енді түсті. Әрі қарай кеттік. Тағы да бір заказ келіп түсті. Жаңағы жерден сәл жүрмедім. КВХ 2 пассажирмен дейді. Негізінде 2 пассажир отыруға болмайды, біләйді. Ал, тигрлер. Бұл заказ бітірдік. Розбакиева Жамбулаға келдік. Жамбула ма? Төле би ма? 3030 теңге болды. 10 заказ. 34 теңге. Чо там? Әңгімен бар ма? Депше. Өзіңмен ұрыс кетсің. Ал, кеттік. Дальше больше. Тамашечно. Тағы бір тапсырыс сағат 19:56, достар. 7 минут дейді подачаға дейін. Көрейік. Грузчикпен дейді, енді ақшасы көбірек болу керек. Сонымен бір 40 мыңға дейін ұрамыз ғой. Ары қарай да көреміз, болып жатса. Ұра береміз, ей! Жұмыс деген бізден қалған ба, түнгі Алматы. Алматы бақар ашы, асы күндер, ғашықтар қалсын. Мені барым байф қысап, өлең әйттім. Сол, сіздерге ұзақ видео оқып кеткен жоқ па, нау? Нормальный ма? Ұзақ қыма десең, ұзақ қымайын. Так, братва, мына алдық. Баннер екен. Кеттік. Ал ағайындар, бұл тапсырысты да аяқтадық. 4560 теңге болды. Ақшасын Каспиге жіберді. Міне, 3000 теңге заказ, 40 теңге ожидание, 1 грузчик 1500 теңге болады. Ал, 38 мың. Ал, достар, тағы бір тапсырыс келіп түсті. Райымбек Батыр көшесінен. Әкең, бас. Шекст. Осымен, достар, бүгінгі Яндекс күнделігіміз соңына жетті. Ұнаса лайк басыңыздар. Соңына дейін кім көрді комментарий жазыңыздар. Табысымыз 38.269 теңге. Ладно, 39.000 десін ақша десең. Үй жаққа қарай қайтып бара жатырмыз. Қазір жол жөнекей тағы заказ болса қосам. Егер осы жерден видео тоқтайтын болса, значит, мен үйге қарай прямой кетіп қалдым. Қарағандарыңызға рахмет. Каналға жазылыңыздар, колокольчик басыңыздар, лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар. Жақсы, жаман комментарий жаза беріңіздер. Не десе, ештеңе деп, не десе, деп жаза беріңіздер. Тағы да айтуды ұмытып кеттім, достар. Міне бізде километраж 153 болды. Бензиніміз әлі бар. Жаңа таңертең шыққан кезде бензин қызылға жақындап тұрған.
Сонда біз примерно 1,5 теңгесін құрттық деш. Кетейін десем кете алмай жүрген жоқпын ба деп әндетіп кеткесін ба. Не? Тағы бір тапсырыс түсті. 3 точка дейді. Осы енді соңғысы олар. Бәлкім Рысқұлова София көшесін дейміз. Көреміз қазір не алу керек екен. Достар, болды. Байсат. Сауда кешеніне келіп тоқтадық. 3 жерге аппараттың зат салып аламыз. Сонымен кетеміз. Полный машина, чехолмен стекло салып алдық. Кетіп бара жатырмыз. 3 точка деп көрсетілген екен, бірақ білмейміз қай жерден не түсетін. Так. Бірінші точканы тастадық. Айнабұлақ базарындамыз ғой, короче. Так, братваларым. 2-ші точкаға келдік. Так, достар, жаңа тапсырысымыз болды. Енді домой функциясымен үйге қайтамыз. Біздің табысымыз қазір 41.500 теңге. Сағат 22:00. Все, поехали. Так, достар, бүгінгі күніміз бітті. 41.514 теңге. Пробег 200. 3000 теңгемен 200 шақырым жүреміз. Сонда примерно 7 болып шығып тұр ғой. Сол барлықтарыңызға сәттілік, отбасыларыңызға табыс, біріккі, отбасыларыңызға береке, табыс тілейміз. Каналға жазылуды ұмытпаймыз. Лайк басамыз. Сосын келесі кездескенше.